Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін 4-тоқсандың 1-ші сабағыны бастағалы тұрмыз, оқушылар. Көңіл күйдеріңіз қалай екен? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық және потенциалдық энергия. Мақсатымыз кинетикалық және потенциалдық энергияның формуласын білу және қолдану, энергияның бір түрден екіншісіне ауысуын түсіндіру және мысалдар келтіру. Физикалық терминдер. Бүгінгі сабақта механикалық энергия, механикалық жұмыс, кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, дененің жұмыс істеуге қабілеттілігі, қозғалыс жылдамдығы массасы, көтерілу биіктігі деген терминдерден пайдаланамыз. Энергия дегеніміз не? Энергия ұғымы жұмыс және қозғалыс ұғымдарымен байланысты. Қозғалыстағы денелер ғана жұмыс істеуге қабілетті. Энергия әрқашанда дененің жұмыс істеуге қабілеттілігінің өлшемі болып табылады. Материяның барлық түрлерінің өзара әрекеттесуінің және қозғалысының жалпы сандық өлшемі энергия деп аталады. Механикалық энергия деп денелердің қозғалыстары мен өзара әрекеттесулерін сипаттайтын физикалық шаманы айтады. Энергия мен жұмыс өлшем бірлігі бір-біріне дәл келеді. А. Жұмыс өлшем бірлігі джоул, Е. Энергия онда өлшем бірлігі джоул. Кинетикалық энергия деп денелердің қозғалуы салдарынан туындайтын энергияны айтады. Грекше кинетикс қозғалыс энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтады. Дененің істейтін жұмысы қозғалыс жылдамдығына және массасына тәуелді екені тәжірибеден белгілі. Дененің кинетикалық энергиясы оның массасына және жылдамдығының квадратына тура пропорционал. ЕК тең МВ квадрат бөлінген 2. Денелердің энергиялары салыстырмалы шама. Өйткені олардың энергияларының шамалары таңдап алынған санақ жүйесіне қатысты өзгеріп отырады. Мысалы, ұшақпен ұшып бара жатқан адамдардың кинетикалық энергияларын ұшаққа қатысты және жерге қатысты салыстырып көрейік. Адамдардың ұшақпен салыстырғандағы жылдамдығы 0-ге тең болғандықтан, олардың ұшақпен салыстырғандағы кинетикалық энергиясы да 0-ге тең. Ал олардың жермен салыстырғандағы жылдамдығы ұшақ жылдамдығымен бірдей. Ендеше, жермен салыстырғанда ұшақтағы адамдардың кинетикалық энергиясы үлкен шамаға жетеді. Сонымен, қарастырып отырған денелердің басқа бір денелермен салыстырғандағы энергиялары әртүрлі шамаларды қабылдайды. Потенциалдық энергия деп әрекеттесуші әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтады. Латынша потенция мүмкіншілік, күш-қуат деген мағынаны білдіреді. Физиканың ғылыми тілінде потенция сөзінің түбірі қазақ тілінде де сақталып қалады. Ауырлық күші әрекетінен еркін құлаған дененің потенциалдық энергиясы. Жер бетімен салыстырғанда дене H1 биіктіктен төмен қарай A1 нүктесінен A2 нүктесіне дейін құлады дейлік, сурет 5-5. Сонда F ауырлық күшінің істеген жұмысын табайық. Ол үшін өзімізге белгілі A тең F көбейтілген S өрнегін пайдаланамыз. Екі нүктенің арасында дененің жүрген жолы S тең H1 минус H2. Дененің қозғалыс бағытында әрекет ететін F күші жердің тарту күшіне тең болады. Бұл күш ауырлық күші деп аталып, F тең mg өрнегі бойынша анықталады. Е потенциал тең mgh. Бұл формула жерден h биіктікте тұрған дененің потенциалдық энергиясын анықтайды. Механикалық энергия деп дененің потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергияларының қосындысын айтады. Механикалық энергия дененің жылдамдығына да орналасқан қалпына да байланысты өзгереді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды
окуп үйрендик деп ойлаймын. Сіздерге мен қазір 2 есеп беріп отырмын. Жылдамдығы 72 км/сағат, массасы 1 тонна автомобилдің кинетикалық энергиясын анықта. 4 метр биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясы 120 жол дененің массасын анықта. Сол 2 есепті, құрметті оқушылар, WhatsApp арқылы маған жауабын беріңіздер. Мен сіздерді бағалап қоюым керек. Сау болыңыздар.